Бокстан қыздар арасындағы әлем біріншілігінің 2 дүркін күміс жүлдегері. Былғары қолғапты 14 жасында таңдаған ару рингте өнер көрсетіп жүргеніне еш өкінбейді. Себебі ол отбасының ғана емес, бүгінде өңіріміздің, еліміздің мақтанышына айналып үлгерді. 17 жасында діттеген мақсатына жетіп, әлем алдында Қазақстан намысын қорғап жүрген жерлесіміздің есімі Дина Исламбекова. Мен боксы 2014 жылы бастадым. Оған отбасылық жағдайдан кейін ата-анама байланысты өзім ойым бөлінсін деп боксқа келдім. Достарыммен, класстағы ұлдар қатысатын. Дина жүрсе, балдармен көп төбелесетін едім, жүрсе деп тартты олар. Сосын жарайды дедім, бардым. Баста жүрдім біраз уақытта шейін. Сосын 2015 жылы уже өзім қаладағы тренеріме келдім, Алмас ағайға. Айтты, қыздар, Алмас Қуатбеков деген тренер бар. Уже бір қызды 2 рет уже мирға алып барып, уже жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр. Сен сол ағайға барсай деді. Алмас ағайға барып, боксты бастап, енді осындай үлкен нәтижелерге жетіп жүрміз. Баста әжем, анам қарсы болды. Енді әйел заты сай емес деп айтты. Енді әкем бірақ мені қолдады. Аналарым, әжем, анам сөйлеген кезде оларға айтты, не қыласыңдар, ертең көресіңдер, мен қызым қандай батыр болып кетеді деп. Мені постоянно қолдап жүрді. Сосын енді басында біртүрлі болды, мен де өзімде қызықпайтын, бірақ ұлдармен төбелесетін, класста, сыртта қатты ұлдармен төбелесіп қалатын. Бір жағдай болған, 2 бала енді тиіскенде, енді денеме қарап, ой, дәу, анау деп тиіскен. Төбелес солар екеуін ұрып тастағым ғой. Папа маған қызым балдармен төбелеспе деп айтудың орнына телефон алып берген, сатып алып берген. Содан кейін уже маған болды, боксқа бар, ашуыңды көрсетпе, тек осындай негатив барлығын сол бокста шығарып тастасын, рингте көрсетсін деді өнерін, сол баса кеттік. Сосын уже бірінші Қазақстан жарыстар өте бастады, жақсы нәтижелер алып енді семья отбасыма ақшалай жақтан да көмектесіп, сосын қарсы болмады, сосын қолдады мені, көмек берді солай. Ең алғашқы жарысым Павлодарда өтті. Сол кезде салмақ қуып барғанбыз, негізі 81-ге салмақ қуып, пойызда ештеңе жемей, алмасаға ештеңе жегізбей барған. Сөйтіп барсақ, ол салмақта ешкім жоқ екен. Сосын мені басқа ауыр салмаққа қосып жіберді, енді бокстасын деді. Сөйтіп бірінші бойын ұттым, Павлодар, сол жақтың қызымен ойнадым да, бокстасын. Үлкен қыз екен, онда үлкен адамдар көрмегенмін. Мен ағай ұтылып қалам ғой деймін. Жоқ, ұтылмайсың, көрсей бокстас, ол да сен сияқты новичок дейді. Жанып кетіп шыға салып төбелескен ана қызбен. Оны ұттым, сосын екінші бойымда уже полуфиналда бокстасым да, алдыңғысы четвертьфинал еді. Сөйтіп Назира деген Алматының қызымен бокстасым. Енді мұрным қанап кете беретін, сол мұрным қанап кетсе бізде бокста стоп беріп, сразу бойды тоқтатып тастайды да. Солай екінші раундта ма, үшінші раундта ма тоқтатты бойды, жеңісті сол жаққа береді. Мен жылап, бір чемпионат берді, ұтылып қалған адам болса, бүкіл жылағанмын сол. Үшінші орын алдым. Сосын тағы бір рет бокстастық сол қызбен Қазақстан чемпионатында. Ол кезде де мен 81-ге баруым керек болды, 81-де сол салмақ болмады да, ол салмақта қыздар барлығы плюсқа келіп, плюсқа бокстасты деді. Бокстастың бірінші бой ұттым, екінші бой ұттым, үшінші бой тағы сол қызбен іздестім. Білмеймін, бойда ұтқан сияқты болдым да, өзім енді менің қолым көтереді деп ойлап тұрғым. Тағы сол қыздың бойын көтерді, қолын көтерді. Сосын енді айттым, жаладым тағы да, ұтыла берсем де жаман. Келесі жас точно ұтамын дедім. Бірақ бәрібір өзім салмағымда бардым да чемпионат мирға 2015-те 81 келегіде. Ол қызбен уже 5 рет бокстастық, басында екеуін сол ұтты, қалған үшеуін мен ұттым. Дина қазақтың намысты қызы. Себебі сұхбат барысында жерлесіміз мен шаршалаңда өз атымды емес, елімнің атын қорғаймын деді. Шыққан жеріңді, өсірген еліңді төмен қаратпау үшін барымды салам деген бұрымды қыздар үшін жұдырық түйістірудің соншалықты оңай еместігін айтады. Негізі қиын, енді таңдаған спорт болған соң төзімділік керек, шыдамдылық керек. Адамда өзінің характері, духы деген болады, сол
ерекше роль ойнайды бокста. Главный характер болу керек, кімнің қызы екенін, қай елдің қызы екенін көрсетіп, достойный бокстасу керек та. А то қиын, жалпы жаттығуларда, қарапайым тренировкаларда парға балдармен қояды бокстастыру. Балдар ұл деген аты ұл ғой, удары қатты, техникасы бізден мықты. Солармен бокстасып өстік. Алмысақ айтатын, көресіңдер осы қыз сендердің результаттарына осып кетеді дейтін баста балдардың таяқ жеп жүрген кезінде. Енді қазір жайлап ұрып отырық қой. Біріншіде барғанда ол ең алғашқы рет басқаша сезім, осы жылы басқаша сезім болған шығар. Алдыңғы әлем чемпионатында мен Алтай қатысып бардым ғой. Алтайда мен қандай жарыс екенін де сезінген жоқпын, мүлдем жанған жоқпын. Сөйтіп бокстасып шықсам болған шығар, ұтылсам ұтыламын ғой деген ой болды. Бірінші бой өттім, уже басқаша сезім болды. Алға қарай мақсат қоя бересің. Финалда Россияны жеңіп қалған соң өкініш болды ұтылғаныма, бірақ мен мирда жүрмін деп ойлаған жоқпын да ол кезде. Осы жылы біз мықты дайындалдық, сбордан сбор, жарыс сбор, шетелде украинкалар бізді шақырды сборға. Олармен бірге өзіміздің опыттарымызды бөлісіп, олармен де совместно сборлар өткіздік. Сосын Индия елінде мир өтетін болған соң, Индияның қыздарын да көрейін деп, Индияны осы Шымкентке сборға шақырдық. Биікте сбор болды. Сол кезде де біраз бір-бірімізбен опыт бөлісіп. Сосын осы мирде енді чемпион боламын деген настрой болды. Мен кішкене жетпеді деп ойлаймын өзіме де. Бірақ чемпионат мир Үндістанда өтті. Әр ел өзінше сыйлайды бізді. Енді Геннадий Головкин, Қайрат Ералиев соларды айтады. Қазақстан десе сразу, GGG деп бүйтіп сразу келеді қасымызға. Спортивка ауыстырайық дейді бізге. Уже Қазақстан оларға қызық та. Бізбен суретке түседі. Бізді енді сборларға шақырып жатыр. Біздің қыздардың өнерін көріп, бізде де Қазақстанда бокс ерекше дамыған екен да. Қарап өзім салыстырып қарасам, енді басқа елде бокс деп айта алмаймын да. Төбелес, басқаша да енді. Ал бокс ол өнер ғой. Бізде енді қыздарда өнер мықты дамыған. Қарап салыстырып көрсем, біздің қыздар, қазақ қыздары, қазақтың школасы, техникасы мықты да ол жерде. Бізбен біз опыт бөлісетін сборларға шақырып жатыр. Вьетнамның қыздары келіп, тренерлер келіп, кореян тренерлер келіп, өздерінше сөйлескісі келді бізбен. Телефон арқылы сөйлестік, аударып былай етеді. Украинкаға қыздармен қаттарластық. Бір сбор өткен соң уже подружка болып кеттік, олармен ойнап, күліп. Сбор жарыс қызық өтті. Мақтаныш шығар, ол сені біздің елді солай айтып жатқан кезде, еліңді солай құрметтеп жатқан кезде. Енді ерекше бүйтіп ішінен қуаныш, біздің елде біледі екен ғой деп ойлайсың да. Кейде айтқабат, Қазақстан деген қандай ел деп сұрайтындар да бар да. Олар спортсмен еместер да, мысалы шетелге барғанда біз спортивкаларымыз Қазақстан деп қарайды да, бір жерде естіген сияқтымын деген түрде қарайды да. Қарасаң кейін бартан экспо деп қойды біздің түрімізге қарап, сол жақтан да білген Геннадий Головкин деп қойды. Дина әр кездесуіне жауапкершілікпен қарайды. Қайсарлығы мен алған бетінен қайтпайтын мінезі қазіргі таңда оны оза шапқызып жүр. Бокстан елімізде ғана емес, әлемде көш бастап жүрген жүректі қыздың туған жерге келетін жеңісінің көп екеніне сенімдіміз. Бізде енді әйелдер арасында бокс Қазақстанда енді дамығанымен, бірақ біз нәтижелер өте мықты Қазақстанда әйелдер арасында. Мадина Нұршаева әпкеміз Азия чемпионы болды. Ләззат Күнгебаева, Назым Қызайбай, алдыңғы әлем чемпионатында 4 қыз чемпион болды бізден Қазақстанда. Ол Қазақстан тарихында болмаған жағдай. Дариға Шекербекова 3-ші орын алып келе жатыр олимпиадамызды. Енді қарап отырсам, Қазақстан жайлап дамып келе жатыр осы уақытқа дейін мықты дамыған бокстан. Қыздар арасында көп емес, бірақ жиі болады. Нокдаун дегенде тек қатты ударлар, қатты соққыларға ғана абылай құлап не болған мұндай көрмеппін әлі қыздардан. Жоқ, көзімше көрмеймін, бірақ ұлдардан көрген бір. Қыздарда ол болмайды, жиі кездеспейді. Анда-санда болмыз.
Боксты таңдағанға өкінбейсің ба? Басқа салаға кеттік деймін, алдағы уақытта бұл спорт мәңгілік емес. Енді өзім бұрыннан фотограф мамандығына қызығам. Өзім кейде достарымды сборларға барғанда енді керемет жерлер ғой, табиғат. Сол кезде біреуді суретке түсіргім келіп тұрады. Тұршы моделім болшы дейді. Әдемі суреттер олар салады, Инстаграм желісіне ВК-ға салып, мені отмететіп, ой, фотограф от Бога, деп жазып қояды. Сол ризамыз әйтеуір. Өзім алда уақытта фотографты оқимын, сосын ағылшынша мамандығым, ағылшын тілін қосып оқимын деген ойда бар. Бірақ боксқа келгеніме өкінбеймін. Осы бокстың арқасында ел көріп, жер көріп, танымал болып, достардың арасында сыйлы болып, ол сол рингке шығардан алдын сезімді айтып жеткізер мүмкін емес та. Анау жанасын, қобалжисың. Кәдімгі новичок қызбен бокстасамда осы қыздан ұтылып қалсам ұят болар. Кейде енді мықты қыз болса, ой, бұл осыдан ұтылып қалам-ау деген ой жанасында бәрібір адамда денең тітіркеніп, ішін ауырып, қобалжып, аяқ қолың дірілдеп, салмағың түсіп кетеді, ана жерде 1-2 килограмм жоқ болып кетеді. Шыққан кезде бір рух беретіндей, не рух береді саған? Шалқын кезде ән ба, жоқ басқа нәрсе? Ең алғашқы енді тренеріңнің сөзі, тренердің аты тренер, жамба, ұтасың, чемпион болу керек осы жарыста деген намысқа тырыстыратын сөздер айтады. Сонысын ойынды бөлу үшін музыка тыңдап біраз ұйықтап алам. Мен енді аса ауыр салмақ болсын, соң жағында бокстасам. Ана бойлардың бәрін өтем дегенше уақыт өтеді, 2 сағат кәдімгідей. Сол үшін музыка тыңдап ұйықтап алам. Өзім тыныштандырып, ойын басқа жаққа бөлінсін деп. Солай. Бірақ кейде қобалжисың, түнде де ұйықтамайтын кездер болып жарыстан алдын. Сосын жарысқа шығатын алдын ұйқым келеді қатты. Алда енді осы келе жатқан январь айында Қазақстан чемпионат болады. Қазақстан ашық біріншілігі. Сосын апрель айында Азия чемпионаты бар. Таиландта өтеді деп жатыр. Азия чемпионаты Қазақстан деп молодежьдардың арасында олимпиада болады. Ол сол олимпиадаға іріктеу болады. Лицензиялық болады. Ол лицензия тек 3 салмақта ойнатылады. 51 келіде, 60 келіде, 75 келіде. Біз тек Азияға қатысамыз да. Осы жылдың күз айынан бастап 2018 әйелдер арасында бокстасамыз. Ол жақта мүлдем басқа шаршауға қарсыңыздар? Ол біздің мирдан әшейін Қазақстанда өтетін жарыстың өзі мир сияқты болып өтеді. Әйелдер опыты көп, 18-10 жыл қатысқандар, барлығын опыты көп. Бізден көп жарыс көрген. Енді біздің бақсынасамыз ғой. Күніне неше рет дайындаласың? Қанша уақытыңды жаттығуға арнайсың? Күніне Шымкентте жүрген кезде 2 сағат күніне тренировка жасаймыз. Азанда оқу. Сосын кешкі сағат 4-терде тренировка басталады. Ал сбор кезінде бізде осы Аибада өткен сбор ең қиын сбор болды біз үшін. Бұл ОФП болды да, физикаға жұмыс етіп, тауда качаться етіп. Күніне 3 рет тренировка жасадық. Өмірінде жасап көрмеген тренировкалар. Қиналдық. Соны арқасы шығар енді осындай нәтижеге жетіп отқанымыз сборлардың. Негізі көп уақытыңды мысалы сол жарыс, сбор, жаттығу көп кетеді. Үйге қаншалықты уақыт бөлесің? Ата-анамен жүруге, бос уақытыңда не істейсің? Енді біз осы мирға дейін біз ең ұзақ болған үйде уақытымыз 1 апта болды. Ең ұзақ болғанымызда. Енді тренировкаға барғың келмейді, өзің үйіңмен, өзім әжем бар, әжеммен көп уақыт өткіземін. Енді қартайған кісі, сонымен көбірек уақыт өткізім келіп, соған уақытында арнағым келіп, әже жүріңіз бүйтейік деп. Бірақ енді тренировкада болды, оқу керек болды,
үйге уақыт бөлмей кеттік сол кез. Енді қайта. Екінші орын алған кезде әже қаттықтанған шығар, Әже айтады, енді мен Мирда едім ол кезде, маған айтпады, түс көрдім дейді да. Типа бір алтын бір цепочка тағып жатыр екен әже өзіне ше. Қараса, артында бір медаль сияқты бірдеңе қараса, екінші орын екен да. Ай, осы қызым екінші орын алады ау деп ішіне ойлапты да, енді түс көріп, бірақ ешкімге айтпапты да оны. Папам, сіңілім қобалжып, үйде видеоны көріп, прямой эфир көріп жатыр. Сіз әже көрмейсіз ба десе, жоқ депті да. Неге десе, мен білем депті да. Нені білесіз? Екінші орын алатын білем қызым деп. Бірінші орын алсын десеңізші, айтпасаңшы десе, жоқ, мен түс көрдім деген да. Үстіне аян берген, может. Саған не мотивация береді осы бокста, спорт жолында, не сені шабыттандыратын нәрсе ме? Жетелейтін сен не нәрсе? Алдымен ата-анам абыройы, ешкімнің жүзін жерге қаратқым келмейді. Бірінші өзімнің жүзім, екінші ақмын тренерімнің осынша жыл тренировка дайындап, өзіме жігерлендірем. Осынша жыл бекер тренировка істедім ба, мен ұтыла салуға тренировка істедім ба деп өзіңе алға мақсат қоясың, солай. Алдағы 5 жылда өзіңді қалай елестетесің? Алдағы 5 жылда ма? Оқу бітіріп, жақсы жұмысқа тұрып, әйелдер арасында боксты жалғастырасың деп айтып жатыр тренерім. Өзіме солай сияқты әйелдер арасында, бірақ енді көп кешікпей өзімде отбасы құратын шығармын болашақта. Жақсы көретін бар ма? Жоқ. Ерте шығар әлі. Маған ең маңыздысы түр емес, жігітте бірінші жігіттік мінезі, ертең болашақта өз отбасын баға алатын, асырай алатын, өмірге деген көзқарасы жарық дейма. Алға қойған мақсаттары көп, сол бүгінгі күнмен ғана емес, болашағын ойлайтын жігіттер ұнайды. Сондай мінез болу керек деп ойлаймын адамда жалпы. In the red corner, representing Kazakhstan. Әр жерде өзін әртүрлі ұстау керек адам. Ата-анасын көзінше сабырлы, енді ата-анасын құрметтеп, достарын көзінше ойнап, достарын не серьез болып көрінген ұнамайды маған, өзін күліп жүрген адам болған соң, біреу үндемей қалса, ой, неге араласпайтын ау адаммен деп қаламын да. Кейде адамдармен тез араласып кететін жігіттер болса, солар жақсы да, тұйық мінезділер ұнамайды, өзімен өзі жүретіндер ұнамайды. Өмірге күліп қарайтын адамдар ұнайды жалпы. Сондай болу керек деп ойлаймын адамдар. Балдарда маған көп сөйлейтін адамдар ұнамайды. Сөйлейтін кезде сөйлеу керек. Слишком көп сөйлемеу керек та.